Сенімдімін, сізге де өміріңізде бір рет болсын шетелдіктерден танысайық, не болмаса мұрагерлік қалдырмақшы болып хабарлама келген шығар. Байқаңыздар, бұл хабарламаларды біз жібереміз. Бұл схемаға бірнеше жыл болды. Бірақ әлі күнге дейін оған алданып қалатын адамдар бар. Біз үшін ең маңыздысы бұл адамның сеніміне кіріп, бай, жалғыз басты еркектің образын жасау керек болады. Мысалы, ол Дубайда тұратын болуы мүмкін. Ол үшін біз шынайы тіркелушілері бар, неше түрлі посттар жазылған парақша ашамыз. Сосын бірнеше күн сөйлесіп жүрміз. Біздің құрбанымыз қақпанға түскен бойда, біз оған құнды сыйлық жібергенімізді айтамыз. Мысалы, қымбат жүзік деген сияқты. Әрине, басында сендер бізге сенбейсіңдер. Бірақ біз алаяқпыз. Біз сендерді сендіреміз. Қалай оларды сендіреміз? Бірінші, қымбат әшекей ұстап тұрған фотоны жібереміз. Сенетіндей етіп чектерді, жеткізу қызметінің құжаттарын дайындап қоямыз. Содан соң сыйлықтың суретін жібереміз. Бірақ сіздер түсініп тұрған шығарсыздар. Мұның барлығы жалған суреттер, яғни жасанды интеллект арқылы жасалған. Ең маңызды сәтте біз оған бір проблема болып қалды деп айта саламыз. $57.000 төлей сал, есесіне $20.000 тұратын сыйлық аласың. Жарайды. Төледің бе? Иә, төледім. Бұл сенің сыйлығың. Ақша алған соң, біз оны барлық жерде бұғаттаймыз да, жоқ болып кетеміз. Түсінбедім. Сыйлық қайда?